Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай жұмыртқасы жасалатын жұқа шелпек, яғни жұқа нанның рецебімен бөлісемін. Өткен жолы каналыма дәл осындай жұмыртқа мен сүтке үйленген шелпектің рецебін салған кезде көпшіліктеріңіз бұл дұрыс емес рецепт дегенсіздер. Әр рецептің өзіндік ерекшелігі бар. Дәл бүгін мен осындай тұз бен суға ғана үйленген жұқа нан жасадым. Ең алдымен жылы суға біраз қасық қант және жарты шай қасық тұз салып, тұз ерігенше араластырамыз. Оның үстіне аздап сұйық май қосып, масса бір келкі болғанша тағы да араластырамыз. Ұнды алдын ала елеуіштен өткізіп, осы массаға шет-шетінен аз-аздан сала отырып, қасықпен араластырып аламыз. Достар, менің каналымда дәл осындай көптеген қарапайым заттармен жасалған рецепттер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Масса қоюланғаннан кейін оның үстіне тағы да ұн салып, ары қарай қолымызбен жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Егер де қолыңызға қамыр жабыса берсе, үлкен ас қасықпен 1-2 рет сұйық май қосып, ары қарай илейміз. Дайын қамырды 5 минутқа тындырып, иі қанғаннан кейін дәл осылай етіп алып, шелпектің формасына келтіріп дөңгелектеп кесіп аламыз. Бұл шелпекті кез келген өңірде әртүрлі атаған. Мысалы, кейбіреулер құдайы нан десе, кейбір жерлерде жұқа нан немесе шелпек деп атаған. Дәл осылай барлығын дөңгелектеп алып, келесі кезекте оқтаумен жіңішке етіп жайып аламыз. Егер де жабыса берсе, аз-аздан ұн салуға болады. Жалпы кез келген асты жасау барысында қатып қалған ереже жоқ. Өзіңіз қалаған құраммен жасай бересіз. Ең бастысы қамырды түсініп, оның мөлшерін білсеңіз, кез келген выпечка, кез келген тағамыңыз сәтті, керемет шығады. Өткен жолғы рецептке көпшіліктеріңіз жұмыртқа қамырды қатырып тастайды депсіздер. Ал осы рецептке мен жұмыртқа қоспадым. Екі түрлі құраммен жасалған шелпекте ешқандай қатпай, өте жұмсақ болып сәтті шықты. Шелпек өте жұқа болғандықтан тез піседі. Бар болғаны жарты минуттың ішінде екі жағын дәл осылай ұстап аунатып аламыз. Шелпек ақшыл болғанымен де ол піспей қалды деген сөз емес, толығымен пісіп шығады. Дәл осындай өте дәмді әрі бар болғаны жарты сағат уақыттың ішінде жеті наныңыз дайын. Достар, менің арнама алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол уақытта ең бірінші болып рецептерді көре аласыз.